Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге бүгін осындай фрикадельке жасаймыз. Алда талай қызықты рецепттер болады, сондықтан тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшері описаниеда жазылды. Ең алдымен пиязымызды осылай сақып турап алып, фарштың үстіне саламыз және де тұз, бұрышты дәміне қарай қосып, жақсылап араластырамыз. Біз бұған ешқандай жұмыртқа қоспаймыз. Егер де қолыңызға ет жабысып жатса, қолыңызды суық сумен сулап алыңыз. Мінекей осындай кішкентай шарик қылып, формасын жасап, алдын ала тарелкамызға қойып қоямыз. Мінекей біздің фрикаделькаларымыз дайын. Енді подливке кірісеміз. Менде подливке замороженный болгар бұрышы морозилке қатырылып тұрған, соны алып, осылай соломка қылып турадым және де пияз қостым. Егер де сіз подливіне сәбізді жақсы көрсеңіз, теркадан бір штук сәбізді өткізіп қоссаңыз болады. Пиязды да барынша жіңішкелеп турап аламыз. Үстіне осындай чеснокты сақтап турап қосып жібердік. Алдын ала қыздырылған табамызда бірінші чеснок пен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне болгар бұрышын салып, тағы да біраз араластырамыз. Енді үстіне томат, тұз және укроп қоссаңыздар болады. Менде кептірілген укроп болды. 5 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне суық суымызды қойып, фрикаделькаларымызды салып, баяу отта 40-45 минут қайнатамыз. Мінекей біздің подливіміз және фрикаделькеміз дайын болды. Енді дастарханға ұсынамыз. Жанына гарнирге картоп езвесін пайдаландым. Гарнирді өз қалауларыңызға сай өзгертсеңіздер болады. Макарон, күріш, гречка қоссаңыздар да болады. Әркімнің өз қалауына сай. Үстіне подливті құйып ұсынасыздар. Неге біздің тағамымыз дайын болды? Сіздермен бірге болған Альмира. Ас болсын. Үй жағдайында жасап көріңіздер.